Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дәмі тіл үйіретін, дастарханыңыздың көркін ашатын тюльпан самсаларының рецебімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бос ыдысымызға осындай кесемен толтырып ұнымызды салып, және тоңазытқышта қатып тұрған осындай сары майымызды үккіштен өткізіп, үгілмелі қамыр дайындап аламыз. Осылай майымыздың бәрін үккіштен өткізіп, кішкене қопсытқыш қосамыз, 1 шай қасық. Осылай ұнымыз бен майымызды толық араластырып алғаннан кейін, үстіне майлылығы 20% қаймағымыздан салып, үстіне 1 жұмыртқаны жарып, 1 шай қасық тұз қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мінекей қамырымыз осындай қолға жабысқақ болып шығады. Енді осы қамырымызды бетін салафанмен жауып, мұздатқышқа, яғни морозильникке 40 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз дайын болам дегенше салмасын дайындаймыз. Салмасына фарш пен пиязды қолдандым. Дәміне қарай тұз бен бұрышын сеуіп, үстіне 2 ас қасық сұйық май қосып жібереміз. Барлығын жақсылап қолымызбен араластырып, бір келкі массаға келтіріп аламыз. Мінекей фаршымыз дайын. Енді тыныққан қамырымызды алып, самсаларымызды жасауға кірісеміз. Мінекей осылай сопақша етіп, бөліктерге бөліп аламыз. Қамырымыз өте қолға жабысқақ болады, сондықтан да мұздатқышта 40 минут немесе қолға жабыспайтындай масса болғанша ұстайтын боламыз. Осылай бөліктерге бөліп аламыз. Бұл жерде менде 50 граммнан бөліп алдым. Үлкендігін өз қалауларыңыз бойынша 30 грамм немесе 45 граммнан да бөліп алсаңыздар болады. Аз ғана уақыттың ішінде дайын болатын самса міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі тіл үйіреді. Енді домалақтап қойған самсаларымызды осылай жаятын боламыз. Кішкене ұн сеуіп отырып жаямыз, сонда жабыспай әдемі болып жайылады. Осылай оқтаумен жайып, фаршымызды салып, шетінен кесіп, дөңгелете отырып, тюльпанның формасына келтіретін боламыз. Осылай формамызға келтіріп болғаннан кейін, астыңғы бөлігін ең шетінде тұрған қамырды бір-біріне жабыстырып, шетін осылай қайырып қоямыз. Сонда самсамыз өте әдемі көрінеді. Осылайша барлық домалақтарымызды түйіп, қызғалтақтың, яғни тюльпанның формасына келтіріп шығамыз. Бұл жерде қамырымызды айналдырғаннан кейін ортасы піспей қалама деген ой болуы мүмкін, бірақ бұл бізде үгілмелі қамыр болғандықтан, яғни песочный тесто болғандықтан өте жұмсақ болып, іші толық пісіп шығады. Еш уайымдамай жасай беріңіздер. Мінекей осылайша барлық самсаларымызды видеода көрсетілгендей түйіп шығамыз. Самсаның құрамын описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап, оқып, қайталап жасап көріңіздер. Қай затты қанша грамм қосқанымды сонда жазып қалдырамын. Самсаларымызды пергамент қағаздың үстіне орналастырып болдық. Енді 1 жұмыртқаны жарып, жақсылап араластырып, бетіне қып-қызыл болып пісу үшін жағып шығамыз. Бетін безендіру үшін өз қалауларыңыз бойынша мак немесе күнжіт сепсеңіздер болады. Мен бұл жерде күнжітті қолдандым. Осылайша самсаларымызды сары уызбен жағып және күнжітін сеуіп болғаннан кейін, алдын ала қызып тұрған 170-180 градус пеште 30-35 минут, яғни самсамыз қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей осылайша аз уақыттың ішінде самсаларымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте әдемі болып шығады, көрінісі де ерекше. Видеоның соңына дейін көріп, ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып қойыңыздар. Менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі жаңа видеода кездескенше.